Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 24-ші сабақ буын тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Туған жер. Атасы мен Дарханның қалаға кеткендеріне бір айдан асқан. Дархан ауылға қайтқанша асықты. Бұлардың ауылы жолдың бойынан қашық болатын. Автобус ауылдың тұсындағы аялдамаға тоқтады. Атасы екеуі автобустан түсті. Дархан ауылын қатты сағынған екен. Ата, үйлердің түтіні көрініп тұр, деп қуана айғайлады. Балам, туған жердің түтіні де ыстық, деді атасы. Бұл мәтіннің авторы Қадырбек Сегізбайұлы. Дархан қайда барды, балалар? Дұрыс айтасыңдар, ауылына барды. Қалада қанша уақыт болыпты? Бір айдан аса қалада болыпты. Ауылын көргенде Дархан не деді? Ата, үйлердің төбесінен түтін көрініп тұр деп айтты, балалар. Атасы сонда, балам, туған жердің түтіні де ыстық деді. Балалар, жоспар деген жерге назар аударайықшы. Жоспар дегеніміз ол мәтіннің бөліктерін айтамыз. Енді балалар, Дарханның ауылға асығуы неге деп ойлайсыңдар? Өйткені ол ауылын қатты сағынды. Атасы екеуінің ауылға жетуі туралы баяндайықшы. Атасы екеуі ұзақ жолмен ауылына келе жатты. Өйткені оның ауылы қаладан алшақ еді. Туған жердің түтіні де ыстық деп атасы баласының үйлердің төбесінен шыққан түніне шейін сағынғанын көріп, баласына туған жердің қандай адамға ыстық болатынын түсіндірді балалар. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз. Ұлы дала ұланымын, күліп аққан бұлағымын, самғай тұғын зеңгір көкке, мен елімнің қыранымын. Өлеңнің авторы Серік Ақсұңқарұлы. Балалар, осы өлеңді дәптерге көркем етіп көшіріп жазамыз. Сандықшадағы зеңгір көк сөзіне назар аударайықшы, балалар. Зеңгір көк, көк аспанды білдіреді екен. Осы сөйлемдегі буын тарттабайықшы, балалар. Буынның өзі үш түрге бөлінеді. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Ұлы сөзі дауыстыдан басталып, дауыстыға аяқталып тұр. Бұл ашық буын. Дала сөзі тұйық буын, ұланымын ашық буын. Солай сөздерді талдайық. Үшінші жаттығу. Буыннан сөз құра ойынына қатыс дейді. Бірінші топқа қа сөзі беріліпті. Марат қайық деді. Сәуле қала деді. Жандос қара деді. Енді екінші топ. Ажар бала деді. Алан бақа деді. Асан баға деді. Осылай, балалар, сөздерді ұйқастырып, буыннан сөз құраймыз. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.